Лимон – жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамында пектин, эфир майлары бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдарды бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруға тосқауыл бола алады. Лимон ағзадан қажет емес кір-қоқыстарды шығаруға да көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ жайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Лимон құрамындағы Р дәрумені қан тамырларын беріктендіріп, қан қысымын көтереді. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алуы. Сонымен қатар сүйелдерді лимон кетіреді. 2 лимонның сатылған қабығын 30% сірке судан жарты стакан құйыңыз. Тығыз жабылған ыдыста кезеңдеп шайқап отырып 8 күн аштыңыз. Сөзіңіз, осы тұнбада суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағып отырыңыз. Сепкілдерді кетіру үшін 100 грамм бал алып, 1 лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды дымқылдаңыз және сепкілдер жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Табысқа жету үшін үнемі 15-20 маск жағуға болады. Аяқтың сіңірінің тартылуы кезінде аяқтың табанына таңертең және кешке лимонның шырынын жағыңыз және жүрмеңіз. Аяқ киімді шырын кеппегенше кимеңіз. Емделу курсы 2-7-ден аса емес. Тырнақтарды күту кезінде тырнақтар икемділік пен қаттылықты жоғалтпау үшін оларға лимон шырыны мен май қоспасын жиі жағу керек. Егер де сізге ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.